Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу ала сайидина Мухаммад ва алихи ва сахабати ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Шариғатымызда білім алу жайлы не дейді? Ол білім мен рухани әлемнің мұсылман болудың арасында қандай байланыс бар? Құранның ең алғашқы аятына қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түскен ең алғашқы аяттың өзі Алақ сүресінің алғашқы 5 аят түскен. Астағфируллах. Иқра бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ. Иқра ва раббукал акрам аллази аллама бил қалам, алламал инсана ма лам яълам. Ең алғашқы осы 5 аяттың өзі білімнің қаншалықты дәрежеде мұсылманға, адамзатқа керекті екендігін айтады. Оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы дейді. Ол Алла адамды ұйыған қаннан жаратты. Оқы, сенің Раббың, сенің Раббың ең ардақты. Ол қаламмен жазуды үйретті, адамға білмеген нәрсесін үйретті деймін. Осы алғашқы 5 аяттың өзінде де адамзатқа білімнің қаншалықты маңызды екендігін, барша нәрседен ең бірінші білімді Аллах Тағала жоғарыға қойып отыр. Міне осының өзінде білсек болады. Дін мен руханият пен білімнің арасында өте тығыз, өте мықты байланыстың бар екендігін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабасы Абу Зарға айтады: "Я Абу Зар, сен таңертең үйіңнен шығып, Алланың бір аятын үйренуің сен үшін 100 ракат нәпіл намаз оқуыңнан абзал" дейді. Және сен таңертең үйіңнен шығып, білімнен бір бапты, бір тақырыпты, бір бөлімді үйренуің 1000 ракат нәпіл намазды оқығаннан абзал деп жатыр. Міне осы хадистен де білетін болсақ, білімнің қаншалықты дәрежеде адамзатқа керек екендігін. Енді кейде адамдардың арасында дұрыс емес түсініктер болып жатады. Егерде біреудің баласы немесе қызы намаз оқып үйреніп, мешітке барып жүретін болса, Құран оқуды үйреніп, құлшылық жасауды үйреніп жүретін болса, сен бұны неге істеп жатырсың, одан көрсен білім алмайсың ба, ертең сен сауатсыз болып қаласың деген сияқты дұрыс емес түсіншілер болады халықтың арасында. Негізгі шариғат, мұсылманшылық адамды қараңғылыққа, сауатсыздыққа, надандыққа шақырған емес. Алланың алғашқы аятының өзі білім алуға шақырған. Сол үшін де мұсылман адам әрдайым сауатты, білімді болуға әрекет жасау керек екен, оқу керек екен. Мынау ғибадат дұрыс болу үшін да адамда білім керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтылды дейді, бір адам жайында, ол әрдайым ғибадат қылып жататын адам. Мына пәленше әрдайым Аллаға құлшылық жасайды, пәленше білім алады, білім үйренген адамдарға білім береді десе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білімнің дәрежесінің қаншалықты екенін айтады. Сендерде білімді ғалым болған адамдарың басқа адамдардың арасындағы оның мәртебесі менімен әшейін адамның арасында қандай ара ашықтық болатын болса, мәртебеде солай деп. Яғни ғалым болған адам басқа адамдармен оның дәрежесін салыстыратын болсақ, пайғамбар мен әшейін адамның арасындағы мәртебеде алшақтықты байқасақ болады деген осы хадистен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Инналлаха ва малаикатаху ва ахла самавати вал ард хатта ан-намлата фи хужриха ва хатта ал-хута ла юсаллуна ала муаллимил хойри ала муаллимин наса ал-хойра" дейді. Тіпті Аллах Тағаланың өзі және періштелер, аспан мен жердің арасында болған жанды нәрселер, бұл деген сөз аспандағы құстар, жердегі құмырсқалар, судағы балықтар, олардың барлығы адамдарға жақсылықты үйрететін мұғалімдерге, жақсылықты үйрететіндерге Алладан рахмет тілеп тұрады дейді. Алланың өзі де оған өзінің рахметін жаудырып тұрады екен. Аспандағы құстар, судағы балықтар, құрт құмырсқалардың барлығы осы білім алып жатқан адамдарға, білім үйретіп жатқан адамдарға Алладан жарылқау тілеп тұрады екен. Аллах Тағаладан осы адамға Алланың рахметін, мейірімін тілеп тұрады екен. Сол үшін де осы жоғарыдағы аяттарға және хадистерге қарайтын болсақ, шариғат, мұсылманшылық, имандылық адамды тек білімді болуға, сауатты болуға шақырады екен.
Тағы бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сендердің күштілерің дейді, күшті мұсылман Аллах тағалаға әлдеқайда сүйкімді, Аллах тағалаға жағымды, әлсіз мұсылманнан дейді. Сол үшін де күшті болғанда бұл жерде қай жақтан десе, барлық жақтан күшті болу керек адам. Аллаға жағымды, Аллах тағала оны жақсы көру үшін мұсылман адам барлық жақтан күшті болу керек екен. Сауаттылық жағында да мынау электроника болсын, физика болсын, химия, астрономия, биология, медицина, математика, география, қандай пән болмасын, мұсылман адам күшті болса, Аллах тағала оны жақсы көреді екен. Әлсіз мұсылманға қарағанда, еш нәрседен сауатсыз, мынау физический жағынан да әлсіз болатын болса, күшсіз болатын болса, ондай адамға қарағанда Аллах тағала күшті мұсылман жақсы көреді дейді. Хадистің жалғасында сен қайсы нәрсе саған пайдалы болатын болса, өміріңе, дініңе, дүниеңе, ақыретіңе, отбасыңа, еліңе қайсы нәрсе пайдалы болатын болса, сол пайдалы болған нәрсеге жабысқын дейді, жалқаулық жасамағын дейді. Егерде сен әрекет жасап жатқан кезде бір жұмысың болмай қалатын болса, әттеген-ай, мен былай істегенімде былай болатын еді деп әттеген-ай демегін. Себебі әттеген-ай деу шайтанға жол ашып береді дейді. Мұны осыдан да білсек болады. Білім мен діннің арасында өте тығыз байланыс бар екендігін. Аллах тағаланың ең алғашқы аятының өзі оқы деп басталған болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі де қанша хадистерінде білім алуға қызықтырып айтқан. Кімде-кім үйінен білім іздеп, білім талап етіп жолға шығатын болса, оған періштелер қанаттарын жаяды дейді. Менің қанатым үстінде жүрсін деп. Неге? Оның мақсатының өте керемет болғандығы үшін дейді. Кімде-кім білім іздеп талап етіп жолға шығатын болса, Аллах тағала оған жұмаққа баратын жолын жеңіл етіп қояды дейді. Міне сол үшін де бәріміз сауатты болуға, білімді болуға, барлық жақтама күшті болуға әрекет жасауымыз керек екен. Бұл біздің дініміздің, Аллах тағаланың, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бізден талап еткен талабы осы екен. Ахир дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.